Bismillah. Assalamu alaikum. Армысыздар қазақ елі. Алдарыңызда биоаку шығыс медициналық емханасының бас дәрігері Жұмадан Жарқынбекұлы. Өткен жылы, яғни 2019 жылдың 13 тамызында дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы әлемдегі қызылша ауруы туралы өзінің жартыжылдық есебін жариялады. Мәліметке негізделгенде Қазақстан, Ангола, Нигерия, Филиппин, Таиланд сынды елдерде қызылшаның өршіп тұрғаны айтылды. Енді қызылша негізі бәрімізге таныс ауру. Әсіресе ол 6 айдан 5 жас аралығындағы сәбилерде көп кезігеді. Ішінара жағдайда ересектерде де кезігеді. Әсіресе бұл ауру бұрын қызылшамен ауырып көрмеген балаларда әрі вакцина қойылмаған сәбилерде ең көп кезігеді. Бұл енді қызылша вирусының жұғымдалуынан тарайтын қатты жұғымдал ауру. Аурудың таралғыштығы, жұғымдалдығы да өте күшті. Енді бұл вирус әдетте балалардың ауру науқастың мұрнында, көзінде, ауыз қуыстарында, сол жерлердегі бөлініп шыққан заттарда көп жиналады. Сонымен қатар бұл ауру таралуы ауада сілекей көпіршігі арқылы таралады. Ал енді бұл аурудың қызылша вирусы әдетте суыққа төзімсіз, одан кейін күн нұрына шыққанда 2 сағатта өліп қалады мысалға. Ал енді бұл аурудың басталуы мысалға негізі бұл ауру 3 сатыға бөлінеді. Алғашқы өткір сатысы, одан кейін бөртпе шығу сатысы, соңында қалпына келу сатысы деп. Бұл енді бірінші сатысында ауру балада, сәбиде, ауру науқастарда көбінесе жөтелу, одан кейін температура беру, сосын тамағы, жұтқыншағы қызару, сосын 3-4 күн аралығында ауыз қуыстарында кілегей қабықшада коплик дағы пайда болады. Бұл осы қызылшаға алғашқы мезгілінде осы дақтың пайда болу арқылы осы қызылшаның диагнозы анық қойылады. Ал енді екінші басқышы, бөртпе шығу басқышында көбінесе бүкіл денелерде бөртпе пайда болады. Бөртпенің пайда болу тәртібі әуелі құлақтың артында, одан кейін шаштың біткен жерлерінде, сосын бетте, сосын мойынға, содан төмен қарай бүкіл денеге, қол аяққа бөртпе шығады. Ал енді бөртпеде 5 күн шыққаннан кейін температурадан көтерілуі мүмкін. Сол 5 күн аралығында бөртпе шығып болады, одан кейін қайтады. Сол кезде бұл аурудың жұғымдалдығы да әлсірейді. Ал енді кейбір иммунитет төмен балаларда бұл бөртпенің шығуы созылуы мүмкін 10 күнге дейін мысалға. Енді 3-ші басқышта бөртпелер әбден қайтқаннан кейін қалпына келу басқыш, температурасы да тұрақтап, ауру белгілері де жеңілдеп, бұл ауру соңғы мезгіліне таяйды. Енді бұл ауруды әдетте емдеуде өте қатты бұған арналған нақтылы вирусқа қарсы дәрілер жоқ. Дегенмен де енді сақтанудың алдын алудың шаралары вакцина қойдыруды көп дәріптеледі медицинада. Қызылшаға қарсы вакцинаны қойдыру, ектіру. Содан кейін алдын алу шараларының тағы бірісі жаңағындай үйдегі жағдайларда балалардың иммунитетін көтеру үшін мысалға одан кейін сондай бір азықтықтарды тұтынуға болады. Мысалға соның ішінде айта кететін болсақ, жасыл бұршақ пен мұз қантты, әуелі жасыл бұршақты суға қайнатып, соның үстіне мұз қантты қосып ертіп, соның суын ішіп, жасыл бұршақты тұтыну арқылы бұл ауруға қарсы иммунитетті көтеруге болады. Сосын тағы бір айтатыны, жаңағындай баланың температурасы көтерілгенде әсіресе 39 градусқа дейін енді өте асығып температура түсірудің қажеті жоқ. Әрі температураны тез түсіруге де болмайды. 39 градустан асып бара жатқан жағдайларда аспирин сынды температура түсіретін дәрілерді дәрігердің рецепте көрсеткен дозасы бойынша пайдаланған жөн. Ал енді суға шыланған орамалды басып немесе спирт
сүртүү аркылуу денесине улай температура түшүрүүгө болмайды. Сонымен қатар жаңағындай әлсіз балаларға әсіресе иммунитетін күшейту керек бұл аурудың алдын алу жолдарында. Мысалға витамин А-ны тұтыну арқылы бұл аурудың зардабын ең төмен дәрежеге түсіруге болатыны дәлелденген медицинада. Сондықтан витамин А-ны қолданған дұрыс болып табылады, әрі керекті, маңызды болып саналады. Сонымен қатар жаңағындай балалар осы ауру көбінесе қыстың соңы мен көктемнің басында көп тарайтындықтан сол кездерде баланы жаңағындай адам көп жерлерге ауасы алмаспайтын ортаға апарудан сақтану, мысалға кинохана, кинотеатр, сол сияқты базарларға деген сияқты орындарға апарудан сақтану керек. Одан кейін бала жатқан бөлменің жаңағы температурасын қалып сақтау, ауасын алмастыру, терезені ашып алманы алмастырып тұру керек. Сонымен қатар баланың жаңағы ойыншықтарын, киімдерін, көрпелерін күнге шығарып қақтап тұру керек. Сол арқылы жаңағы вирустар дер кезінде өлтіруге болады. Сонымен қатар жаңағы бала егер сол ауырған жағдайда ол балада жаңағы мұрнында, сосын көзінде, сосын ауыз қуыстарында бөлініп шыққан сұйықтықтарда бұл вирустың саны мөлшері көп болатындықтан сол жерді тезірек дереу тазалап, тазалығын жақсылау керек. Бүгінге айтатынымыз осы шараларды қолдану арқылы ауру белгілерін қарап баланы ауруын дер кезінде байқап, дер кезінде емдетулеріңіз керек. Әрі осы сақтық шаралары осы аурудың алдын алуға жеңілдетуге көмектеседі деген ниеттеміз. Әрқашан аман сау болыңыздар, ауырмаңыз ағайын. Келесі эфирде кездескенше аман сау болыңыздар.